Облыс көлемінде 28 қаңтар мен 3 ақпан аралығында қауіпсіз аула жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Оның мақсаты көп қабатты тұрғын үйлердің аулаларында, ойын алаңдары мен демалыс орындарында құқық бұзушылықтардың алдын алып, қоғамдық тәртіпті нығайту. Іс-шараға 507 адам жұмылдырылды. Полиция нарядтарды күшейтіп, есепте тұрған тұлғалардың мекенжайлары тексерілді. 6 күн ішінде 1852 адам қамтылып, 241 құқық бұзушылық анықталды. Полиция қызметкерлері тәуліктің әртүрлі уақытында көп қабатты тұрғын үйлердің аулаларында полиция нарядтарының санын арттырады. Бұрын күнделікті полиция бекеттері шығып аймақтарға шығып жүретін болса, осы іс-шара барысында департаменттің басқа да мүдделі органдарына, яғни полиция департамент аппараттарынан қосымша күштер жұмылдырып, рейдтік жұмыстарға қатыстырылуда қазіргі таңда. Учаскелік полиция инспекторлары бекітілген әкімшілік аймақтарда жаяу аралау жұмыстарын жүргізуде. Яғни хабарлама болмаған уақыттарында әкімшілік аймақтарын аралап, қандай да бір құқық бұзушылықтарға жол бермеуге бағытталып жатыр. Сондай-ақ кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға ерекше назар аударылды. Түнгі уақытта ата-анасыз жүрген жасөспірімдер анықталып, бірқатары бейімдеу орталығына жеткізілді. Ержан Смағұл, Әлімжан Ақбаев, Жеті News.